Сәлем баршаңызға, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет миксерсіз жасалатын, бір жасағаннан шығатын ерекше тәтті, жұмсақ пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, қолдап, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, пікір қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше бастайық. Алдын ала таза ыдысымызға қойылтылған сүтімізді құйып алатын боламыз. Содан соң алдын ала ерітілген сары майымызды да үстінен құйып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң жұмыртқаларымызды да салып, оларды да бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Рецептінің толық нұсқасын описание бөлімінен көрсеңіздер болады. Сонда жазып қалдырдым. Содан соң алдын ала електен өткізілген ұнымызға содамызды салып араластырып алатын боламыз. Мендегі массада құрғақ ингредиенттерді алдын ала араластырып қойғанмын. Осылай құрғақ ингредиенттерімізді дайын массамызға екі бөлікке бөліп салатын боламыз. Сол кезде массамыз толықтай арасында ешқандай құрғақ комочектер қалып кетпейтіндей болып, бір келкі болып араласып шығатын болады. Массамызды осылай жақсылап араластырып алғаннан соң дайындап қойған формамызға құйып, бір келкі етіп жайып шығатын боламыз. Мендегі форма 26 см. Сіздер өз қалауларыңызша одан кішкене немесе одан үлкен де формаға жасай берсеңіздер болады. Мінекей салып алдық. Енді бір келкі етіп жайып, алдын ала 160 градуста қызып тұрған пешімізге 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Пирогтың піскен-піспегендігін зубочистканың көмегімен көрсеңіздер болады. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай, менің пирогым жақсы көтеріліп, сондай жұмсақ болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Енді бетін мен қант ұнтағымен безендіріп, дастарханға ұсынамын. Ас болсын. Достар, рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Ариана. Келесі кездескенше сау болыңыздар.